Күресін жанкүйерлері, сендермен бірге бірінші жол арнасы. Бүгінгі видеода біз дейтінің осы артында кейіпте деп ойнайтын болам. Әсіресе бірінші деңгейлік, үшінші деңгейлік, сосын кәсіпқой деңгейде ойнап көретін боламыз достар. Ал біз дейтін каткамызға қарай кеттік. Ал достар, мына біздің бірінші деңгейлі кейтіміз сордысынан бір. Ол дейтін вип-привилегиясы болғаннан кейін бұл жерде тек бірінші деңгейі ғана қол жетімді. Достар, мен дейтін қазір любой момент ұтып қалуым да мүмкін. Ол дейтін скиллге байланысты. Және де мен дейтін қазір максималды түрде ұтуға тырысатын боламын. Егер де ұтылсам да осы катканы салуға тырысам достар. Ұтылсам дегенде мен дейтін осы катканы сәтті алуға тырысам. Мына біздің кейіптеріміз шыққан болатын. Сордысынан бір. Бұл жерде бір жақсы ол бізде қылыш достар. Бұл жерде максималды түрде қылыш дамыған. Профессионалды сордысманда, профессионалды деңгейде, кәсіпқой деңгейде қазақша айта берейін. Ол жерде кәдімгідей железный мечпен не береді, жылдамдықтың зельясы дейма бірдеңе. Так, мен де пкашы жүр, емі мына палкамен жүр. Так, мына несі айырып отық. Так, енді базасына барып, қазір айыруға тұрсу керек достар. Жақта анау бізге қарай кетіп баратыр, бірақ білмеймін не екен тимейді қорғамай жатыр, что-то бір орында апкаш жетіп тұр, қазір біздің кровать сынып, емайы. Так, мына сынды біздің кровать, бірақ та надо қылшыл екен, бірақ өлтіре салайық. Так, біз дейтін осында нені учить етіп алайық. Материалсы бір жақсы осында материалдарды прокачать етуге болады екен. Бір плюсы. Біз дейтін қазір осы жерден броня аламыз. Сосын автомос аламыз, және де блок, анау мынау. Енді рашқа кеттік достар. Сарыларға. Мен что-то тимейтім қатты мини-режимдерді көп ойнамайды секілді десем де. Вот себебі кішкене скиллы төмендеу десем де. Ода емайы. Так, мына ПК екен. Все, минус ана ПКшыр. Все, енді ана сарыларға қарай кеттік достар. Осы нені автомосты лақтырайық. Так, бірінші тамағымды жеп қапымызды ұстау тұрғайық достар. Емайым жерде мынандай заттар бар екен. Так, мыналар немен интернякпен жауып қойып отыр екен. Тез осы интернyak сындырамыз да, ана кімдерге қарай пуып болсақ достар. Все, минус. Все, балдар анан қамап қойдым. Пкаш жерді. Все, мына жерде ұсталыс берген бір жаман. Все, сындырдық. Так, мына пкашты босанып кетті. Так, мен енді қолға машағы ойнаватық. Все, сері мынау минусқа өтіп садық. Достар, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Так, енді өзімізге тез тамақ алып алсақ достар. Сізден аяқты жеп алдық. Үшімдерде батыл админ дейтін бір бағана бір ойыншы жүрген. Жақта скиллы төмен болса да жақсы ойнайды негізі. Жақта содан алынып қалуым да мүмкін достар. Так, ешекті айтсаң қуа өнет деген. Емайыка. Надо топовый кейтеген алып қалым. Ал міне біз дейтін өзіміздің келесі кейтіміз үшінші уровень. Үшінші уровеньдік кейт десем де болады. Кортронан да осындай қызық заттар береді екен. Және біз дейтін алдаға қарай кеттік достар. Біз дейтін қазір салынып барады, қазір кейтімізді тупо просадить етіп алмасақ болды. Все достар, біз дейтін нәрге қарай келдік. Что-то біздің тимейттер көрмейді ғой. Жоқ, міне келе жатыр. Біздің тимейт бізге көмектесіп жіберді строительстводан.
кішкене қатып жатыр ма и комментарий жаза кетіңіздер достар. Дейтін кішкене тездеу болып кетті. Ал достар, мына біздің тағы да бір каткамыз осы Defender 2-де болмақшы достар. Енді біз дейтін барынша айырып көруге тырысамыз. Бір жақсы жері Defender'дің ол дейтін тез пайда болады. Біз дейтін қазір тез қоршаймыз мына жерде. Міне осындай бір қызықты фишкалары бар. Автомоз секілді ана-мынау заттар бар екен. Как біз дейтін ана кроватын сындырып көреміз, сарбардың сосын өзін истрелить көреміз достар. Осындай платформаның бір жақсы керек жерге тез жетуге болады. Виллистің кроватын сындырдық. Достар, өзімізге тез мынандай заттар алайық. Өзімізге автомоз ана-мынау алайық. Енді ана кімнің Виллистен оранжевыйды істрелить етуге тырысамыз достар. Ал достар, қуып кейін. Все достар, оттап кеттік. Ал достар, біздің кәсіп қойылы китімізбен қазір қашып етуге тырысатын боламыз. Достар, бұл неде китте бір жақсы, ол дейтін ашқа ыңғайлы. Яғни сіздер дейтін оны кез келген китпен ала аласыздар. Китпен дейтін кез келген привилегиямен ала аласыздар достар. Так, біз дейтін қазір центрға қарай барайық. Мына китім шықты. Мына бір жақсы. Енді біз дейтін центр арқылы қарсыласымыздың базасына қарай барайық достар. Міне баратырық. Автомоз жіберіп не қарай барайық. Автомоз жібердік достар. Енді мына нелермен қарай кетейік. Бұл рашта басқа киттер секілді, яғни арнайы бір заттар дамиды екен. Әсіресе бұл жерде көріп тұрғандарындай несі дамыған екен. Әсіресе кирка жағы. Ол дейтін кішкене рашқа ыңғайлы, әрі бронясы тағы да басқа достар. Еженде балдар біз дейтін тағы бонусовый катка ойнаудамыз. Балдар бонус тағы да бір катка ойнаудамыз достар. Немен дейтін Rusher Pro'мен ойнағанда маған кішкене ыңғайлы десем де болады достар. Себебі автомоз және тағы да басқалары Rush'қа кәдімгідей ыңғайлы десем де болады. Қарапайым кит және Rush'қа ыңғайлы. Ешенде бұл неде бір қызығы классикте болмаса басқада спасательный платформа болу керек етін, бірақ та кейде береді, кейде бермейді. Құлаған кезде құтқаруға арналған. Және осындай автомоз суға қарай салынып не қарай баруға достар. Так, достар, не деп күтіп алды уже бізді. Так, минус мынау қарсыласымыз. Енді тесізін сындырып, сосын нердегі қарсыластарымызды минусға кетеміз достар. Все, минус тағы да. Достар. Так, нерде слишком тупо болып кетті. Балет беретін. Так, тесі өзімізге қалыш анамына алуық достар. Бір қызығы, бұл материал арқылы біз дейтін любой китті прокачка ете аламыз достар. Даже қарапайым Rusher Pro'ның өзінде де Swordman Pro секілді амнолар жасауға болады, жаңартуға болады достар. Бір жақсы сол, әсіресе материалдарда. Так, біздің тимиттер көктері қарай раш етіп барады екен достар. Так, біз дейтін қарсыластарымызға қарай кірдік. Бұқашы дейтін әкетіп баратыр. Так, мен дейтін комбоға алып атымна ойыншына. Все, минус. Еженде біз дейтін газына қорша алырық балдар. Тупа ана не пативный өткізістен, бірақ та оны біздің тимиттер өткізеді. Все, кровайттары минус достар. Так, енді артысы өлтірейік. Все, победа! Балдар, мен дейтін Swordman бірге тағы да бір бонус катка ойнай салайын деп шештім. Себебі достар, әсіресе просын 3-ші деңгейлік еді мен дейтін бонус 1-2-3 катка ойнап тастаған болатынмын, ал мына неде Swordman бірде жоқ достар. Енді мен бросать алмайды шығар десе, мен бірінші неде қоқып кетіп жатырмын. Бұл күлетін нәрсе емес.
Яғни ондай бәрінде де болады достар. Иә. Және бұл китте айтарлықтай қатты қызықты ештеңе жоқ. Осындай кожаный зат береді. Анау кожаный не болады? Нагрудник береді. Анау. Так, біз дейтін қазір центрға барып алтын алайық. Иә. Енді бұл жерде ең артықшылығы басқалардан ол дейтін қылышы. Тек қана қылыш болды. Дефендерде базаны қорғайсың, ол жерде каменный заттар, яғни тас заттар, ал бұл жерде темір қылыш береді, достар. Темір қылыш және де пуласқанға ыңғайлы қылып жасалған екен осы не. Біз дейтін тез броня, кирка дегендер аламыз да. Сосын анда қарай рашымызды бастаймыз. Өз атакамызды басып келеді достар. Және міне біз негізге қарай қарай жақындап қалдық. Және осы автомыз жүйреміз. Так, анерде мені көріп қойыпты. Так, онымен күтіп алайын деп шешті. Жағынан қолмаға орны неймі? Мұнан мешелес қой. Қаш баратыр. Жаңа кетіп баратыр. Так. Анау неден қойып баратыр. Мен жерде күтіп алам. Мауым қоян соққаш баратыр. Басасын айтып баратыр. Әмин тимиттеріне өле дейді. Так. И все, победа. Ал достар, міне осындай катка болмадым. Әне үш түрі китті ойнап көрген болдымын. Және балдар әр киттен үш түрі деңгейде болғанымен, және оның әр түрі артықшылықтары бар. Және көргендеріндей ол дейтін көптеген функциялары бар кит десем де болады. Ол дейтін гримикстің басқа серверлерде артықшылығы. Әсіресе Ваймлор секілді серверлерде. Және кейбір киттер ойынның теңсіздіктерін бұзады. Әсіресе 4-4 және де барлық секілді тағы да басқаларды. Шынымен де олар теңсіздікті бұзады. Әсіресе егер де каткаде профессионал ойыншы, әсіресе ПК болсын, телефон болсын, олда жесткий кит болатын болса, ол дейтін ұтып кетуі әбден мүмкін. Ал қарапайым ойыншылар, мысалға новичоктар, және бір беге шығып ойыншылар болғаннан кейін, олар дейтін ұтып қалуы әбден мүмкін. Және де достар, ондайда ғана емес, және де қарапайым ойыншыларға бір киттен ашылып, мысалға Дефендердің ерекшесі ғана ашылды. Бірақ та ол да жаман емес негізі. Новичоктарға беретін китте. Келесі видеода сол киттермен ойнап көрсететін шығармын. Ал достар, міне болған видеоға 2 күн өтуде. Және оны дауыстан қарап бере отқан шығарсыңдар деп ойлаймын. Келесі видеода тағы да челлендж түсіретін боламын достар. Және де лайк басып арнаға тіркеліп отырыңдар. Ал сіздермен бірге болған бірінші ұнаса, сіздермен қоштаспаймыз. Кездескенше достар.